Әйел қауымы жалпы елді әрі қарай локомотив ретінде, драйвер ретінде алып жүретін қоғамның тең жартысы. Gender equality and women's empowerment, these are the most important topics for the 21st century. Прежде всего, женщина – это как человек, женщина как мать, как сестра должна иметь возможность. Әйелдің бақытты болуына көп нәрсе керек емес. Әйелдің бақытты болуына оған мықты бір тәрбиесі, әкеден шешеден көрген негізі мықты болу керек. Globally, 1 in 3 women face violence in their lifetime. This is a statistic which is too high. Жертва обвинялась в том, что она не так одета, поздно возвращалась домой. Находилось много причин, чтобы обвинить жертву. И общество как бы своими обвинениями позволяло насиловать, позволяло насилию быть. Если мы хотим жить в цивилизованном обществе, мы должны бороться с этим сообща. Особенно меня волнуют женщины пожилого возраста, которые подвергаются насилию в семье. Өмір адамды сан-саққа соғуы мүмкін, өмірде түрлі сынақтар болуы мүмкін. Күнде мен көріп жатқан әйелдердің ішінде аласы да, құласы да, ағы да, қарасы да, барлығы бар. Еліміздің егеменді болған уақытынан бастап, президенттің саясаты, еліміздің саясаты, әйел адамдарға көмек беру, әйел адамдарды қошеметтеу және әйел адамдардың күнделікті өмірде саясатта өзінің орнын күшейтіп, оны әрі қарай дамытып және көмектесу. Мой карьерный путь начался с мечты маленькой девочки из города Семипалатинск. У меня не было богатых или влиятельных родственников, у меня не было покровителя. Все, что у меня было, это поддержка и любовь моих родных. Сегодня я успешный дизайнер, певица, модель, жена и мама. И эта уверенность, она передавалась мне и помогла исполнить мою мечту. Победа – это всегда результат тяжелой работы, ежедневного труда, дисциплины, силы воли. Победа на Паралимпийских играх – это всегда чуть больше труда, чуть больше силы воли. Саясатта жүрген, мемлекеттік қызметте жүрген әйелдер қауымы да өздерінің негізгі үйдегі шаңырақты ұстаушы ретінде, ана ретінде, жолдас ретінде өзінің міндетін әрі қарай атқарып отыр. Мен сондай әйелдерге қарап, мен өмір сүргім келеді, мен сондай әйелдерге қарап, әлі де менің білгенімнен білмегенім көп екен ғой деп үйренгім келеді. Кірпіш дұрыс қалану керек, кішкентайынан, әсіресе қыз баланың. Кірпіш дұрыс қаланған жерде ол қабырға құламайды. Поэтому верьте в своих дочерей, поддерживайте их в любых начинаниях. И только тогда в нашей стране будет много счастливых и успешных женщин. Когда женщина в беде, им помогают только женщины. А хотелось бы, чтобы и мужчины помогали, когда женщина в беде. Не молчите. Защитим девочек и женщин от насилия. Әйелдерге көмектесіп, сіз қауымдастыққа да көмектесесіз. Никогда не сдавайтесь. Мы можем сделать это.